Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін куриный рулет жасаймыз. Ең алдымен 300 грамм тауықтың етін мясорубкадан өткізіп, ішіне жұмыртқа, тұз, бұрыш, чеснок қосып араластырып аламыз. Дайын фаршымыз осындай болып шығуы тиіс. Енді фольгамызды екеу қылып жайып, үстіне май жағып, фаршымызды бір қалыпты қылып жайып шығамыз. Бір жері жұқа, бір жері қалың болып қалмасын, барлығы бірдей болуы тиіс. Енді қолымызды майлап, жайып шығу керек. Қолды майламасақ, фаршымыз өте жабысқақ, қолға жабыса беретін болады, сондықтан майлап алған дұрыс. Арасына өзімізге ұнайтын сухофруктыды қоссамыз болады. Мен өрік пен мейізді пайдаландым. Қара өрікті де пайдалануға болады. Видеодағыдай етіп, жайып шығамыз. Бір шетінен ақырындап орай бастаймыз. Рулетіміз тығыз болуы тиіс, сол кезде кескен кезде рулетіміз әдемі болып шығады. Екі шетінен қысыңқырап жақсылап бекітеміз. Духовкаға 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Піскеннен кейін холодильникке кемінде 2-3 сағатқа қою керек. Ас болсын.